жылы 16 қазанда Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келгенмін. Сол ауданға қарасты бұрынғы Өркендеу ауылы, қазіргі Жанкент ауылы болып өзгерген сол ауылдың тұрғыны ретінде ер жетіп, сол ауылдағы нөмірі 104 орта мектепті тәмамдадым. 2008 жылы іргелі Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті Алмас Алматовтың басқаруындағы дәстүрлі музыкалық жыр өнері кафедрасына оқуға қабылданып, 4 жыл осы ілімді тамамдап, және сол университетте ұстаз болып қалдым. Қазіргі таңда Қызылорда облыстық филармониясында дәстүрлі орындаушы болып қызмет атқарамын. Өзім жайлы қысқаша осы отбасылымын. Алғашқы ұстазым жалпы өнер саласында алғашқы қызығушылығымды оятқан бұл мектептегі қазақ әдебиетінің қазақ тілінің мұғалімі болған біздің ұстазымыз Ғалия Орынбасарова және Ғалия Пірәлиева деген апайларым болды. Сандуғаш деген сол кездегі клуб меңгерушісі апайымыздың үлкен себебі болды. Одан бері қарай Әбілқасым Раманов, Нұрдәулет Махамбетов сияқты және де университет қабырғасында жүргенде ұстаздық қылған Алмас Алматов, Руслан Ахметов, Шолпан Бейімбетова, Айбек Тәңірбергенов, Серік Жақсығұлов сияқты ағаларымыздың, Амандық Бірлібаев сияқты ағаларымыздың ұстаздығында қал қарекетімізше үлгі тартып, өнеге үйренуге тырыстық. Жалпы енді бұл өнер осындай кезеңдерде домбыраны игеру, қобызды игеру, университет қабырғасында болса мектепте домбыраға қызығушылығы, жалпы ән өнеріне қызығушылық сондай кезеңдерден басталды. Бос уақыт. Қазір енді бос уақыт деген түсінік ондай бір көп бола бермейді, себебі уақытымның тығыз уақытымды да, жұмыс уақытымды да шығармашылыққа, бос уақытымның барлығы да осы шығармашылықпен байланысып жатады. Сондықтан көбіне шығармашылық, мынау рухани кемелдену мақсатында әсте ғылыми мақалалар, тарихи кітаптар оқып отырамын. Жалпы қобыз аспабы көбіне осы мұқым түрік халықтарының ортақ абызы қорқытпен байланысып жатады. Қобызға қызығушылық, қобыз аспабын игеру, қобызда еркін ойнау сияқты. Біз бұны қобызды музыкалық аспап деп танығалы бері, қобыз аспабына қызығушылықтар танытып, арнаулы оқу орындарда, университеттерде дәріс алып жатқан оқушылар жеткілікті, студенттер бар, оқушылар бар жеткілікті, тек насихатталу жұмысы жолға қойылу керек деп ойлаймын. Соңғы жаңалықтар биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына сай үлкен тарихи жырдастандарымызды өз салам бойынша біздің ұлт азаттық жолындағы күрескерлеріміздің, даңқты қолбасшыларымыздың өмірін оқи отырып, солардың ерліктерін паш ететін, насихаттайтын тарихи үлкен поэмаларды меңгеріп және соны көпшілікке айтуға үлкен қадамдар жасап жатырмыз және барынша мүмкіндігінше жұмыстар жасалып жатырмыз. Уақытында осы жаңалықтарды көпшілікпен бөлісеміз деп ойлаймын. Қазір жаңағы Базар бабамыз айтқандай, неше алуан өзгерген, естіп құлақ көз көрген, әр заманның өзіне лайықты саз болар дегендей, әр заманның өзінің бір қоғамдық келбеті, замандық сипаты болатын сияқты. Қазіргі жастарымыздың да осы мынау жаһандану процесінде болып жатқан көптеген игілікті рухани немесе материалдық дүниелердің барлығын терең меңгеріп, қазіргі заман тілін және замандағы мынау осы уақыт ағымындағы үлкен пайда болып жатқан техникалық рухани жаңалықтардың барлығын терең меңгеріп және соған бойлап, біз ұлттық бояуы, ұлттық намысы, ұлттық болмысы қалыптасқан азаматтар ретінде, жастар ретінде осының барлығына біз терең бойлауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан өзіміздің жалпы рухани халықтық қазыналарымызды терең меңгеріп, сезініп, ұғына отырып, біз бүгінгі заманның үлкен өркениеттік жетістіктерін терең меңгеріп тұтынуымыз керек деген пікірдемін. Сондықтан жастарға осындай кеңес беремін.